төлеп жатырмын, неге менің қарызым азаймайды деп жүрсіздер ғой, Сіздер графикті алып ашып қарадыңыздар ма? Қараңыздар, сіздер мысалы ай сайын 273 мың теңге төлейтін болсаңыздар, мына Джеткар бойынша мысал келтіріп отырмын. Вознаграждениесінің өзі банктың пайызы 228 мың. Ал основной долг соның ішінде негізгі қарызға 45 мың теңге ұстап тұр. Сонда сіздің бастапқыда машинаның бағасы 7 миллион 693 мың 984 теңге болса, тек мынаны азайтады да, келесі айда 7 миллион 647 мың болып тұр. Сонда сіздер мынаны не за что төлеп жатсыздар мыналарды, вознагражденияларды. Ал біз қалай жасаймыз? Біз литромен кросс-хаптан ұстаған миллиондаған ақшаларды алып, мынаны қысқартамыз. Мынаны қысқартқан кезде, қараңыздар, мысалға 1 миллион теңге Джеткардан қайтарсақ, мыналардың бәрін қосқанда 1 миллион теңге қай жерге жетеді? Соның барлығын төлейді да, мынау переплата бізде эконом болып қалады сол кезде. Мынаны біз не за что төлемейміз. Сол үшін мен сіздерге айтамын, Джеткар болмаса да, қандай кредитіңіз болса да, қолыңызда мына төлемнен, ежемесячный төлемнен артығырақ ақша болса, сіздерге мысалға 11 сентябрь төлеу керек болды ма? Төлеп болғаннан кейін 12 сентябрь барып, 1 миллион бола ма, 500 мың теңге бола ма, апарып частичное досрочное погашение жасайым десеңіз, 500 мың болса, мына жерден 500 мың теңге қысқарған кезде, сіздердің переплаталарыңыз мына жақта 1 миллион, 2 миллион теңге эконом болады.